Бішкек халқы қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Жалпы Қырғызстан халқы өте қонақжай екен. Всегда андай бүйтіп теряться етіп қалам да, мен өзім негізінде бірінші рет жалғыз шығуым ғой. Сөйтіп қатты қорқақтап жүрген кезде жол сілтеп, бәрін көмектесіп, көтерсіп, сөйтіп жүреді да, бірақ енді белім ауырып қалғаны бар. Ана сумка зілдей бір 20-30 килограмм барау. Соны көтеріп әйтеу келдім. Келе салысымен таңертең таксиден түскеннен кейін сразу клиникама барып қаралып, уколдарымды салып алдым, анализдерімді тапсырып, енді күнде осы жақта боламын. Пока что бір күнге отель, гостиница жалдадым. Тура клиниканың қасынан ертеңнен бастап уже, скорее всего, квартирада боламын. И Бішкекте жалпы осы 2-3 апталықта жақын арада мен боламын. Сондықтан енді сотрудничествоға шықтым. И жазып жатқандар тоже рахмет, құттықтап. Түнімен көзілмедім. Анаусы ұйықтаса, мынаусы тұрады, мынаусы тұрса, анаусы тұрады. Мәмә, су, мама, макарон, тамақ, жәкең балалар. Тұқымдарың жайылғылар. Өткенде Рената бізбен ұрсып қалып, осы жаққа еншісін алып шығып кетіп еді. Ұзаққа созылмай қайтып үйге кіріпті. Осының ішіне андай бір балалардың ковриктары болады ғой, бір жұмсақшы. Су өтпейтін сондай төсегін кеп тұршы, мына жерді тазалап сүртіп. Содан кейін мен бұл жерді не үшін көрсетіп жатырмын? Сіздердің ақыл кеңестеріңіз керек болып жатыр. Ана бір Мальдиви деген жерге енді барып көрген жоқ, біз енді естігенбіз, инстаграмнан көргенбіз. Соларда бір әппақ құмдар жатады ғой. Сондай құм бар ма бізде сатылатын? Мына жерге толтырып құм қойып, айналайындар, мәңдер, мелкий моторикаларың дамытыңдар деп далаға шығарып жіберетін. Сосын мынандай детский площадкеге тағы да күшті идея айтыңыздаршы. Мынаны енді Сарбай күшт жасап қойған. Жұмсақтандай бір жүгіресің ғой. Стадиондарда сол кезде асты жүп жұмсақ болады ғой. Сондай материал төсеген ғой. Мына жерге құм болса деп жатыр. Мынадан сырғанап ойнасам, мына жерге ойыншықтарын кіргізіп тастасам. Мына жерде баскетбол ойнайды. Мына баскетболды Сарбай өзімен достарына істеді ау деймін. Анаға мен бір балам бойы жетпейді ойындар. Сәл төмендеу қойса болады ғой. Андай бір беговой дорожка ма, сондай бір нәрселер ше, қатты қымбат емес, бір далада тұра беретін, бұзылса да жалқы болмайтын, сондай бір нәрсе айтыңыздаршы маған. Не қоюға болады? Мысалы, нәбір шеттер бос, мысалы. Арғы шеті бос. Миыма дым келмей жатыр. Миым ашып кеткен ғой, 5 баладан кейін. Сіздерді де бола ма, күйеуіңді бір іштей жақсы көріп, я болмаса сәл бір 2-3 қатын болып бас қосылғанда, ойбай деп күйеуіңді бір мақтап қалған кезде үйге келгенде обязательно қырыластар ма? Или бір ойыңмен бір жақсы қылықтарын есіңе алып, махаббатың ашылып жатқан кезде міндетті түрде бір қырыласың ғой, обязательно бір нервіңа тиеді ғой. Сол сияқты әбден мақтап адам түкіріп қойыңыздар, кешке қырылып қалмайық. Өрме боп. Осы байым осындай болды ше. Арманы бөлек, талғамы биік. Келген кісілердің бәрі мына ағашты нема деп сұрайды. Пластмасса ма деп келіп ұстап көреді ше. Білмеймін, Сарыбайдың тауып келгені.
әкеліп осы жерге отырғызды осыны. Кешкісін андай астына свет қойып қойғанда светпен күшті көрінеді. Аю құтырмаш, пожалуйста, сен еркелігін көтеруге. Өзім бала-шағам жетіп артылып жатыр ғой менің. Сен еркелемеш. Жер жаһанның бәрі темекінің несі ғой, еще ешкімге ұрсамайсың ғой ше. Сарбайыңдікі да, сап-сары темекі. Мына жерде де жатыр, ана жақна артына жүрбем, артында да жатыр, детский площадкеде де жатыр қасқа. Не істеймін? Үйдің бәр бұрышына пепельница қоям ба, не істеймін? Әй, бір сөзбен шабыт берестер ма, ұрсастар ма, бір бәле қып мен орнымнан тұрғызыңыздаршы. Наурыз бітейін деп жатыр, оқырмандарға наурыз көже істеу керекпін. Өткенде 30 күн оразада 30 отбасыға азық-түлік таратам деген, оны жасау керекпін. Жалпы жақсы ойдың бәрін ойға Алла салады ғой. Жаман ойды шайтан дегендей. Алланың салған ойын, сол ойға жараса берген несібесіне сай, неге соны істемей жатқанды білмеймін қалқым ше. Сосын тағы бір ақылдарыңыз керек. Мына жерге біз андай арнайы мамандары бар ғой, тас төсейтіндер, сондайларға айтсақ, үйдің екі шетін 1.300.000 дей ма, сондай дейді да, қой, ондай ақша жоқ. Соны мынандай тасты аппақ-аппағандай декоративный тастар бар ғой, сондайларды құр әкеп астын тегістеп төсей саламыз ба, или оның астына бір нәрсе төсеу керек па? Соны айтып жіберіңіздерші маған, пожалуйста. Құдай самасын, бұл жақта да темекі. Міне қуықтай ғана жер, міне. Мына жерден мына жер, одан кейін кәсіп көрсетем. Айтпады олар қайтып істейтінін, әйтеуір есептеп береміз деді да. И міне, мына жерден мына жер ғана болды. Соны қайтып төсейтіндерін білетін пысай қатындар болса, или сондай күйеуге тиген қыздар болса, күйеулеріңізден сұрап бөлісіңіздер, айналайындар, мың жасағырлар. Үй жанынан үй төгіліп жатыр, айналайындар. Кеше мен далаға шыққан жоқпын, арғы күн деген ойбай, көрінген жерде теріс қарап алып сұңқылдап тұрып жылағам. Жылағаннан бетім, көзім ісіп кеткен, бас деген кәдімгі қысылып ауырды ғой. Сомен Сарбай кеше маған журналист столик қойыпты ана жаққа. Содан кейін мені қуантып, одан кейін жаңа менімен алысып жүрген күшікке осындай үйшік алып кетті. Бұны еще мына көршілер үйдің жанына қойып қойыпты, көршілерге жақындатып. Жер үй деген өте рахат екен. Әсіресе бала-шағаға, әсіресе жаңағындай дамуы кеш балаларға қимыл қозғалыс деген өте жақсы оң нәтижесін береді, я. Жер үй деген жанның рахат екен. Бірақ жұмысы да бітпейді екен, я. Ана бұрышына қарасаң, ана шетін жинау керек, мына бұрышына қарасаң, мына шетін жинау керек. Мынаны бәрін тазалап, қопсытып, газон отырғызба, бір бәле қылу керек мынаған енді. Мына телевизорда өткенде ғана алдық, бір ай болды. Бұл негізі 1,5 миллион ба, 2,5 миллионның ба телевизоры. Наушы? Телевизордың пультына таласқан ғой. Ана қыз өзінің көрем деген, Рамин өзінің өлеңін тыңдайым деген, Кай өзінің мультигін көрем деген, сөйт үшеуі таласқан. Біз жоқ болғанбыз, білмеймін қайда болғанымызды. Далада жүрдік па, шай ішіп өттік па, білмеймін. Сөйткенде пультқа таласқан, бірінші пульт кеткен, пульттен кейін біреу ашуланып, мойындамайды ешқайсысы. Мына телевизордың экранына қолындағы ойыншығын лақтырған қоя. Сөйтіп тура мынандай жері ойылып қалған ғой, ойылып қалған. Сөйтіп жақсы болды қайта, біраз уақыт телевизорсыз жүрді, 2 аптадай. Сөйтіп кеше экранын ауыстырып кетті. 700 бір нәрсе 1000 теңгеге. Қалай ұрмайсың, айтыңыздаршы осыдан кейін. Өзіңнің туған балаң болса да ұрғың келеді ғой, е? Мынау ана мен балада іштей связь болады деген расау, я. Негізі мынау енді Қытайдың мебелі ғой. Маған қатты ұнады да, мына дизайны ұнады, әдемі екен, сапасы ұнады, өте керемет. Бірақ мына қол қоятын жерлері ұнаған жоқ та. Бопты, мейлі тұра берсінші дедік. Осыны сындырып тастаған ғой. Сондағысы мына шетке отырам деп таласқан. Мына жаққа отырса болмайды, мына жерге отырса бесеу де сияды осы жерге. Жоқ, мына бұрышына таласады.
Бұған таласатын себебі мынаның ішінде камера бар бізде. Үйдің камерасы, сол үйде не болып жатқандарын көрем деп таласады да, сөйтіп мынаны сындырған ғой. Не істейміз, алып тастаймыз ба? Дұрыс болды, иә? Міне, әп бәрекелді. Ой, қасқа, мына жақ жаман болып қалды ғой енді.